Қымбатты көрермен, эфирде Ақшам телеарнасының жаңалықтар топтамасы. Студияда мен Назерке Сапарбек, алдымен аңдатпа. Қасым-Жомарт Тоқаев коронавирустың таралуына қарсы шаралар жөнінде кеңес өткізді. Абай көшесіндегі 9-шы үйдің тұрғындары өз шағымдары бойынша редакцияға хабарласып көмек сұрады. Жаздың 2-ші айында қазақстандықтар неше күн демалады. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев коронавирустың таралуына қарсы шаралар жөнінде кеңес өткізді. Кеңесте мемлекет басшысы қазіргі ахуалға баға беріп, азаматтардың денсаулығын сақтаудың сапасын арттыруға бағытталған шараларды жариялады. Қасым-Жомарт Тоқаев өз сөзінде дер кезінде жарияланған қатаң карантиндік шаралары уақыттан өтіп, эпидемияның қатты өршіп кетпеуіне мүмкіндік бергенін атап өтті. Өкінішке қарай төтенше жағдай режимі тоқтатылғаннан кейін барлық карантин шаралары босаңсып кеткенін де жасырмады. Биылғы 11 мамырда шектеулер алынғаннан кейін вирустың таралуы жетесе өсті. Бұл көп жағдайда бірқатар мемлекеттік органдардың жұмысындағы кемшіліктерге байланысты болып отыр. Мемлекеттік басқару жүйесінің орталық және жергілікті органдары төтенше жағдай режимі тоқтағаннан кейінгі кезеңде тиімді жұмыс істеуге дайын болмағанын атап өту қажет. Ведомствоаралық комиссия өзіне жүктелген міндетті атқаруға шамасы жетпеді. Мұны ашық мойындау керек. Денсаулық сақтау министрлігі орталық және жергілікті билік органдарын жұмысын үйлестіре алмады. Мемлекеттік комиссия ең маңызды деген ресурстардың таралуын бір орталықтан бақылауды қамтамасыз етуі тиіс. Қазіргі эпидемиялық ахуалды тұрақтандыру үшін шұғыл шаралар қабылдау мақсатында мемлекеттік комиссияға 2 күннің ішінде биылғы наурыз-мамыр айларындағыдай қатаң карантин режимін енгізу мәселесі бойынша маған ұсыныс әзірлеп енгізуді тапсырамын, деді Қазақстан президенті. Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев лабораториялық зерттеулердің тиімділігін арттыруды, реагенттер мен жұмсалатын материалдардың үздіксіз жеткізілуін шешуді, ПТР лабораториялардың саны мен қуаттылығын арттыруды тапсырды. Одан бөлек азаматтарды қажетті дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етіп, емдеудің маңыздылығын атап өтті. Осы ретте проблемаларды шешу үшін үкімет пен өңірлердің әкімдеріне барлық қаржылық және инфрақұрылымдық ресурстарды жұмылдыруды тапсырды. Пандемияның 2-ші толқынын ескере отырып, шілденің соңына дейін жұқпалы дертке шалдыққандарға арналған төсек орындарын 50%-ға арттыруды тапсырамын. Бұл үшін өңірлер барлық резервті, соның ішінде жеке және ведомстволық медицина орталықтарын пайдалану керек. Үкіметке дәрі-дәрмектермен қамтамасыз ету мәселесін 5 күннің ішінде шешуді тапсырамын. Тақырыпты жалғастырамыз. Бүгін денсаулық сақтау министрінің ел тұрғындарына арнаған үндеуіне тоқталғымыз келіп отыр. Арнайы ұйымдастырылған брифинг барысында Алексей Цой республика үкіметінің нақты жоспары бар деп сендірді. Елімізде карантинді күшейту туралы түпкілікті шешімді жақын арада мемлекеттік комиссия қабылдамақ. Құрметті отандастар, тұрғындар арасында инфекцияның көші-қоны өсіп келеді. Сондықтан ел ішінде індеттің жаппай таралу тізбегін бұзу, қалыпты жағдайға қайта оралу мен аурудың тұрақты деңгейіне жету үшін қажетті шаралар қабылдануы мүмкін. Әрине, бұл біздің азаматтарымызды толғандыратын мәселелердің толық тізімі емес. Дегенмен де үкіметтің қазіргі жағдайдан жоспарлы түрде шығуы туралы нақты көзқарасы барын және COVID-19 жағдайын тұрақтандыру үшін шұғыл шаралардың егжей-тегжейлі жоспары жасалынғанын тағы бір рет атап өтемін, деді министр. Еркина Шоқан, Әлия Білғазы, арнайы Ақшам жаңалықтары үшін. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Осыдан бірнеше күн бұрын Абай көшесінің бойында орналасқан 9-шы үйдің тұрғындары Ақшам телеарнасының редакциясына хабарласып, өздерінің шағымдарын білдірген болатын. Тұрғындарды мазалаған басты мәселе аулаларының абаттандыруы және қоқыс алаңдарының жоқтығы. Бұл мәселеге жергілікті билік өкілдері қандай шара қолданбақ? Әріптесін тарқатсын. Бұл кадрлар қаламыздағы Абай көшесі 9-шы үйдің ауласы. Көріп отырғандарыңыздай, бұл үйдің айналасы әлі күнге дейін абаттандырылмаған. Тұрғындар, әсіресе егде жастағы апа-әжелеріміз өз үйлерінің аулаларының сұрықсыз күйге түскеніне алаңдаулы. Бұл мәселе бір жылдан бері шешімін таппай отырған бірінші кезектегі басты сұрағымыз, дейді осы үйдің тұрғындары. Абай 9-2 үйдің тұрғынымыз. Міне бірнеше
бір жылдан асып кетті осы үйде тұрып жатқандарымызға. Бірнеше рет әкімшілікке барып шағым арыз жасадық. Ауламыз вообще ешқандай істелінбеген, тротуарда, асфальтта ештеңеде салынбаған, ешқандай шағым орындалған жоқ. Ылғи да обещать етеді, бірақ ештеңе істелінген жоқ. Осы домда бірнеше үлкен кісілер бар. Еще екінші пәтерде тұратын инвалид кісілер бар. Осы жерден өткен кезде ылғи да аяқтарын сындырып, осындай жағдайлар болып жатыр, бірақ бізге ешкім көмекке келмейді. Сіздерден біз осы көмек сұраймыз, осы жерді жөндеп берулеріңізге. Тұрғындар тарапынан келіп түскен бұл ұжымдық шағымдарына Сатпаев қалалық мәслихатының депутаттары бейжайлық танытпады. Тиісінше тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, құрылыс бөлімдерінің басшылығымен қатар жеке пәтер иелері кооперативімен тұрғындар арасындағы кездесу өткізіп, мәселенің шешілу жолдарын қарастырды. От жителей, проживающих по... Бізге Абай көшесі 9-шы үйдің тұрғындары тарапынан өтініш шағым келіп түсті. Тұрғындардың талап етіп отырған басты мәселелері аулаларын абаттандыру және қоқыс контейнерлерінің жоқтығы. Тұрғындар бұған дейінде жергілікті билік органдарына, қалалық прокуратураға хабарласып, өздерінің өтініштерін білдірген. Сұрақтарына мардымды жауап ала алмаған соң, бұл жолы депутаттық корпусқа жүгініп отыр. Сондықтан да біз аталған мекен жайға бардық, көзімізбен көрдік. Шынымен де басқа үйлердің барлығы толығымен абаттанғанда бұл үйдің жағдайы мәз емес. Қоқыс алаңының жоқтығы, ауланың абаттанбауы тұрғындарды әбден мезеткен. Қоқыс алаңын орнату мәселесін сол жерде шештік. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бір айдың көлемінде ол мекен жайға қоқыс алаңын орнатып беретін болды. Мамандардың айтуынша екінші мәселе жергілікті аумақты абаттандыру күрделілеу. Себебі абаттандыру жұмысын жасау тиіс мердігер ұйым жауапсыздық танытқандықтан қара тізімге енгізілген. Қазіргі таңда сот ісі жалғасуда. Алайда халық қалаулысы қалай болғанда да бұл тығырықтан шығудың жолы бар екенін айтуда. Этот дом, значит, возводил. Бұл үйдің құрылысын салған Тавес мердігер компаниясы уақытында осы үйдің маңын абаттандырмаған. Қажетті қаражаттың бәрін алған, алайда нәтижелі жұмыс көрсетпеген. Бүгінгі күні мердігер ұйым бізде қара тізімдегілер қатарына еніп отыр. Сот ісі жалғасуда. Ендігі кезекте бұл мәселенің шешімі 2021 жылы өз шешімін табады деген ойдамын. Себебі жыл басталғанда қалашілік көшелерді абаттандыру үшін арнайы қазынадан қаражат бөлінеді. Сол кезде бұл аулаға да ақша бөлінуін сұрап қалпына келтіру жұмыстарын қолға аламыз. Тұрғындармен екі жақты келісім жүргіздік. Абай көшесі 9-шы үй біздің және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің бақылауында болады. Тұрғындардың өтініші ескерусіз қалмайды. Алтынгүл Төлегенова, Әлия Әбілғазы, Арнайы ақшам жаңалықтар үшін. 2020 жылдың шілде айында қазақстандықтар қос мерекені атап өтпек. Нәтижесінде жалпы саны 10 күн демалып, 21 күн жұмыс істейді. Алдағы айда қандай мереке күндері күтіп тұр? Тілші тарқатсын. Биыл қазақстандықтар жаздың 2-ші айында 10 күн демалмақ. 6 шілде жылдағыда еліміздің астанасы Нұр-Сұлтан қаласының мерейтойы болғандықтан, ел тұрғындары 4-ші, 5-ші, 6-ші шілдеде демалыс алса, шілденің 31 күніне исі мұсылман қауымы үшін ұлық мереке Құрбан айттың алғашқы күні тұспа-тұс келіп тұр. Осылайша тұрғындар 8 стандартты демалыс күнінен басқа қосымша тағы 2 күн демалмақ. Бас аяғы шілде айында 5 күндік жұмыс кестесімен есептегенде 21 жұмыс күні ретінде белгіленген. Осы берілген демалыс күндерін барынша үйде өткізіп, карантиндік талаптарды қатаң сақтауға шақырамыз. Жақыныңызға жанашыр болыңыз. Еркинаш Шоқан, Әлия Әбілғазы, Арнайы ақшам жаңалықтар үшін. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Алда ауа райы болжамы және орыс тіліндегі жаңалықтар.